Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 4 сынып. Көптік жалғаулы зат есімдердің септелуі. Құстар туралы не білемін? Сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бүгінгі сабағымызда көптік жалғаулы зат есімдерді тауып жазады. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қояды. Енді балалар, құстар туралы мағлұмат беріп өтейін. Табиғатта да, адам өмірінде де құстардың мәні өте зор. Құстар артқы екі аяқтарымен жүреді, ал алдыңғы аяқ-қолдары қанаттарға айналған. Құстардың барлығы жұмыртқа салады. Құстар орманда, ағаштарды мекендейді. Құс атаулының бәрі пайдалы. Құстардың қай-қайсысын болса да қорғау керек. Құстардың саябаққа, бау-бақша, егістер мен бақтарға үйірілуіне мүмкіндік жасап, ұсақ құстарды қыста жем шашып, жазда ұялағыш үйшіктер дайындау арқылы қамқорлық жасау. Табиғатты көркейтіп, құстарды аялай білудің негізгі шарты. Құстар зиянды құрттарды жояды, егінге пайдалы бау-бақша, ағаштарды қорғайды. Құстар екіге бөлінеді: үй құстары және дала құстары. Үй құстарына ұсақ, тауық, әтеш, қаз жатады. Дала құстарына аққу, торғай, қарлығаш және тағы басқалар жатады екен. Жалғау және оның түрлері: көптік жалғау, тәуелдік жалғау, жіктік жалғау, септік жалғаулары болып 4 түрге бөлінеді екен. Көптік жалғау сөзге көптік мағына беретін қосымша. Көптік жалғаулы зат есімнің септелуі. Атау септікте ыдыс, ыдыстар. Ілік септікте ыдыстың, ыдыстардың. Барыс септікте ыдысқа, ыдыстарға. Табыс септікте ыдысты, ыдыстарды. Жатыс септікте ыдыста, ыдыстарда. Шығыс септікте ыдыстан, ыдыстардан. Көмектес септікте ыдыспен, ыдыстармен. Оңаша тәуелдеу жекеше түрі. Бірінші жақта ым, добы, менің добым. Екінші жақта ың, сенің добың. Ыңыз, сіздің добыңыз. Үшінші жақта оның добы. Көпше түрі достарым, достарын, достарыңыз, достары. Тәуелдік жалғаулардың көпше түрі. Бірінші жақта біздің. Екінші жақта сендердің, сіздердің. Үшінші жақта олардың. Балалар, оқулық пен жұмыс. Қайырымды балалар, 48-ші беттегі 13-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқып шығыңыздар. Оқып болған соң көптік жалғаулы зат есімдерді тауып, дәптеріңізге көшіріп жазыңыздар. Оқушылар, дәптер мен жұмыс. 14-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді қатесіз көшіріп жазып, ол жердегі көптік жалғаулы зат есімдерді тауып, қыз-қыстардың сөзін септеп жазып, өзара салыстырыңыздар. Балалар, 16-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті септік жалғауларын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Жоғарыда балалар, біз көптеген сөздермен, ережелермен таныстық. Балалар, сіздерге бұл жаттығуды орындауда қиын болмайды деген ойдамын. Кері байланыс SMS әдісі. Не білдім, не үйрендім, не білгім келеді. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.